Ассаляму алейкум, бүгін октябрьнің 15-ші базар әртесі күні. Бұйы ТВ біз сізге Украинада олып кечкен вақалары қында тарфытымыз. Донбасста Русияның яны орбита чхазатлары мейданға чықарылды. Избатлары деферлап Америка әмелиятханесінің махкеме арахам экспертизасы тағдым етті. Фоторесімлер июнде Русия чтимай ағында яйынланды. Фоторесімде ескенчілар аляқа елдашы ешіл модулінің арқапланында позы япалар. Тыш көрінішінден о 2014 сенесінден башлап Русия Федерациясының селялануында олған Аурига Бұрбе ташыла білінген станциясы кебедір. Тәтқіқатшылар фоторесімлер ижғал алтындаки Макиевкада ерлешкен Пәшекліндегі бина янында япылғаныны Украина білділер. Бұл система Украинаға ешбір вақыт ихрач еттілмеген еді. Айны себептен Донбасқа тек Русиядан кетірілі болғаны түшініле. Чүнки 2016 сенесі бұл станция Суриядегі Русия ордуларының қызметінде олғаны белі олған еді. Элхақ етілген Қырымда қанунсыз тұтып әсір етілген балықчы гемесі әркенінің азасы Украин гемечісі Геннадий Отычка артық очакивдеки евіндедір. Украина тарафы жалжелер оны ешбір шартларсыз евге анасының женазесіне ебіргенлеріне ерішті. Бұл ақта ЮТВ телеканалына Украина юқары радасының инсан ақларындан векелетлесі Людмила Денисова хабер етті. Оның сөзлеріне көре Қырым или Мемури сынырны Геннадий Отычка каланчак кырышчы қыш ноқтасында кечкен. Русия сыныржылары Украин балықчы гемесінің қанунсыз суреті майы сайында Қараденізде тархан кут бұрыны янында яқалаған еді. Гемеви еркен ілхақ етілген Қырым топрақларына алып барылды. Геми капитаны Виктор Невицкийге қаршы ясақланған авжылық бойынжы жинайы иш açılды. О 5 жылға апсетіле біле. Украина тыш ішлер назерлігі Русияге Гемеви еркені ажиле суреті азат етмек талабынен весеқа йолады. Менің тәмсілжілерім оны Очакевге алып барды. Шынды ойывды ұзуне келе. Түневен 3 сааттан зеді елда айдылерге же саатын бірінде Геннадий телефон açты ве әрші яқшы олғана ақында хабер етті. Бүгін ақрабаларының лаф етіжек анда насыл қайынлықлар олғана ақында телефон етіп хабер етіжек. Сондыра насыл етіп оларны ал етмек мүмкін олғанына бері тұшынежекміз. Ични живарындaki мескін ерлерден тақлие етілген 90 адам Черниговскі вилаятының тіби мосеселерінде вақтынжа бұлынмаға девам еті. Бұл ақта февкуляды вазетлер бойынша девлер қызметінде хабер етілді. Пиротехниклер 21 қасабыны тәшкерген ве мермерлерден тәмізлеген бұнын еле ұч-бұчу бин ев бақып чықылған. Дорт кой алада ярық ве ғасыз қалмақта. Селяхани ерлешкен ерінде тоқтатмаздан сув берген янгын сөндіріжі танк ве ветренлер çalışмақта. Бұнын еле муиндеслік ве мақсус арби тәчхазатларда. Да пилотсыз учхан жихаз ешлей. Бұл жихаз февкуляде вазеті ақабетлерінің учде шекліні яратмақ үшін кереклі малюмат топлай. Авайстық бараджысының Uzaqtan idare etilgen kamerası бар o adamны 10 километр uzaqlıqtan esley bilem. Бензин бакы толы олғанда учуш вақты 20 сатқа еті. Тезлік сатта 120 километр. Бұл вақты içinde аман-аман 2,5 километр уча біле. Шымдылік біз Украина селялы құветлеріне ярдым етеміз. Ичне живарында авада фото чеков кечереміз. Вазифеміз мейданынны 100 километр қадар чекмек. Бұны бір учуш вақытта тахминин 2 сат içinde япабілеміз. Ичне қасабасы янында Мудафа назерлігінің 6 селяханесіндегі янгын октябрның 9-ында салы күні геже саат 3:30-та башланған еді. Янгын аман 700 гектар топырақны сарып алды. Арбей едіклер белкетілген ерлерден 16 километр мұнтақасындан 12,5 бин ерлі сакин тақлие етілген еді. Бір күнден соң Мудафа назерлігінде янгын сөндірілгені ақында білдірілген еді. Ама бөлгеді алыда тек патлавлар ешітілмекті. Олып кечкен вақаның esas версиясы зиянкерлықтыр. Авропа бірлігі химиеви ұжымлар үшін яны санкциялары режиміні таздықлады. Бөлеліктен Авропа бірлігі сынырлавларының көрсетілуі үшін ұқық темеліні яратты. Әндінде санкциялар химиеви селянын яратылуына ве қолануына алақалары олған еркезге қоланыла біле.
Сынарлавлар арасында Авропа Бірлігінің мемлекетлеріне сиятлар ве активлерінің бұзылатылуы. Бұндан ғайры Авропа Бірлігінің хусусиве оқығы шақысларына санкциялар жедвеліне кіргенлерге пара берілмесі яса қытылы. Тантаналы юруш арбиттеч хызатларының сергісі огренжелерінің қабул етуі. Бір күн үгіне Украинаның бұтын шерлерінде емайже күні кечірілді. Байрам бөлгелерде насыл кечірілгені ақында тәсилатлыжы UTV мұберлерінің левхасында. Учбиңден зеде адам Днепронын эсас соқағы бойы юруш япты. Иштиракчылердің сырасына аскерлер, ветеранлар, лицейчилер ве куртарыжылар. Тедбірінің тантаналы қысымы Украина ең балабан байрағы янында кечірілді. Головне свято воинской славы Украины. Украин арбилерінің шаңа ең бұйық байрам. Елі қолғанлардың қатарасыны аңамыз генчлер үшін бұл кележекте көстеріш. Тедбірде Днепро арби лицейнің курсантлары Украина халқына садық олмақ ант еттілер. Ант етеміз мемлекетімізні чешіт түрлі тежевозлардан имая етмек. Бұндан ғайры Украина имаежесі күні өз антыны Запорожье арби лицейнің 120-ден зеде бірінші курс студенті кетірді. Өз девлетімізге ве халқымызға садық олажамыз ве оны соң нефесімізге қадар имая етежеміз. Эсас мейданда арби жихазларының сергісі кечірілді. Шерінің соқықылары бойы тантаналы юрушнен милли сейменлер ве куртарыжылар кечті. Украина имаежесі күнінде фашист истилячыларынан Запорожьенің азат етілуінің 75-ші ел доміне мүдәрәс келді. Әліқ олғанларының қатырасына беди атеш янында чечеклер қойылды. Людмила Маковска қайнатасының қатырасына аңмақ үшін келді. Он был летчиком. О учиджейді чешіт ерлерді олды әм Берлин, әм Ахруседі. О маған ері қалмады. Бұ ерге сық-сық келеміз. Атты тірек бұ ерді сәчтіқ. Дерево. Львивде имаежілер жүрішінде бұтын велеттен арбилердің бастаки арби әрекетлерінің ве Украина азатлық ордусының ветеранлары иштирак етті. Бұның илек гөңілі машиналар ве арби жихазлар қатерлер кечірілді. Қара құветлерінің силалавынуында тақдим етілген 50 зиманеви турлер көстерілді. Українська бойова розвідувально-дозорна машина вироблена в місті Миколаєві. То треба, щоб показати нашому народу, що в нас є військо. Халқымызға мемлекетімізні қорчалап олажақ ордуларымыз олғаныны көстермек керекміз. Чоқ адам топланғанындан пек мемнунмыз. Бізні көлер юзінен ве урметтен қаршылайлар. Оның үшін халқымызны ве Украинамызны иллерде имая етмек істейміз. Харкив сакинлері елақ олған имаежілерінің қатырасыны упа қарманлары абидесі янында аңдылар. Я не первый год прихожу. Генчлер паркына келгенім илксіне дегіл. Эрсіне октябрдің 14-де бұ ерге чешіт түрлі акциялар кечерле. Украина мұстақиллігі орғырында күрешіп өлгенлерінің қатырасына дуалар оқыла. Всем загиблым за волю Украины! Трич! Слава! 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 Панихидадан сон бұрқаш юз шер сакені Конституция мейданындан Тарас Шевченко абидесіне қадар қараманлық юрышына яптылар. Оларының арасында Александр Фоминец, о женг ветераны. Чем чаще мы будем одевать свою форму, Не қадар чоқ арби урбаларымызны кейіп соқақ бойы юруш япсақ, о қадар чоқ шер сакенлері женг вазиетіні олғаныны ве біз ойырде көрешіп мемлекетімізні, халқымызны, қорчаларғанымызны аңлап, бізні урмет етежеклер. Бұ менің фікірім. Milli polis haber etkeniне көре Украина имаежесі күніне башланған тедбірлерде 170 bin Украин иштирак етті. Низамны аман-аман 9,5 bin қанун қоройчы көз етті. Ең құтлеви құтламалар Киев ве Львив шерінде олды. Франкистанның женюбіндегі су ташқыны нәтижесінде 13 адам елек олды. 30-інде су севiyesi 7 метр артқач көтерілді. Каркасон шәрінің бірқач мескүнгерлерінің су астында қалды. Су ташқыны қабетлеріні yok etmek için 700 kurtarıcı iştirak etti. Adamlar helikopterlerinin tahliye etili. Yerli hakimiyet tilak olğanlarının sayısı arkanından kasiviyet etti. O departamentinde tehlikenin en yüksek seviyesi ilan edildi. Oden üzerinde sonki sefer su böyle seviyege 1891 senesinde көтерілген еді. Херватистанның Брач адасында дейтунжи ювындан дүния чемпионаты екенленді. Бір артından 2 сене бірінші ерні Херватистан тақымы қазанды.
Олар 45 дақа içinde 67 килограмм зейтун жейді. Екінші ерні Монтенегро ве üçüncü ерні Словения тақымлары алды. Ярышларда Франкистан, Испания, Исвечия, Филимен, Бүйік Британия ве Америка Бірлешкен Девлетлерінің тақымлары иштирах етті. Әрбір тақымда 4 адам еді. Зейтунлар асыравның популярлаштырылуы ве зейтун яғның япылуында тәжірибе паляшывы тәдбірнің esas maksadı edi. Svi mi više manje smo se. Тек үстінде доғдық ве оның елі осып чықтық демек мүмкін. Зейтунлерінің жиып ұсылы қанымызда бар, дамарларымызда аққа. Құдыларының олғаны қадар тез толдырмақ керек еді. Айтқанда әлбетті еңгіл, амма амелде де бұны бежердік. Bu sonki haberimiz edi da çok malumatni bizim Facebook ve YouTube'daki sayfalarımızda tapa bilesiniz. O'zingizga muqayat olunuz, UTV ile qalınız. Ko'rishguncha.